Сәлем сүйікті көрермендерім, бүгінгі айдар Түркия, Анталияға, жерорта теңізіне қалай бардық, жеке немесе турмен барудың айырмашылығы, 5 жұлдызды отель, басқа да қызықтарына арналады. Біз Алматы аэропорт арқылы Анталияға ұштық. Жолымыз Қарағандыдан басталған. Бұл біздің өміріміздегі жолдасым екеуміздің алғашқы шет елге сапарымыз болып табылады. Ақшамыздың бір бөлігін түркиялық лираға айырбастап алдық. Өйткені ол жақта базарға сондай жерге барып қалсақ, лира болғаны дұрыс екен. Ұшақтың регистрациясына 2-3 сағат ерте бару керек, өйткені ұзын сонар кезек болады, құжат тексеру болады, жүк тексеру, тасымалдау деген сияқты соның барлығына уақыт кетіп қалады. Міне біз мына жерде кезекте тұрмыз, жолдасым екеуміз. Ал мына жерде ұшаққа отыруға бара жатырмыз. Түркияға баруға виза керек емес, тек загран паспорт жеткілікті екен. Біз оны бір адамға 31 мыңнан сонда дайындаттық. Анталияға түркиялық фирманың ұшағымен ұштық. Бұл соның ұсынған ас мәзірі. Değiştirmeleri gerekmektedir. Acil çıkışın açılışı için bilgilendirme kartını incelemenizi rica ederiz. Passengers sitting in the exit rows are expected to open the exit and advise passengers. Сезімді жеткізіп айта алмаймын. 10 қуаныш болса, 20 қорқынышта қалмады. 6 сағат әуеде ұштық. Таулармен тіресіп, бұлттан асып, жерден сонша биікке көтеріліп, әуеде қалықтай ұштық. Алматыдан таңғы 4:30-да ұшып, Анталияға 9:45-те жеттік. Бұл жақта уақыт бізден 2 сағат артта жүреді. Бұл міне Анталияны әуеден қарағандағы көрініс. Біртіндеп төмендеп, жылдамдықты азайтып ұшып, қонуға дайындалып жатырмыз. Міне Анталияға қондық, келіп стюардестер бізді шығарып салуда. Одан кейін бізде кезекте паспортқа тұру болып табылады, яғни осы Анталияға келгеніміздің дәлелі. Соған печатты соқтырып алып, әрі қарай жүгімізді алып, әрі қарай жылжуымыз қажет. Шаруамызды аяқтадық. Міне Анталияға қош келдік. Бұл жаққа саяхатымыз тур арқылы болды. Тур 8 түн 7 күнге созылды. Аэропорттан арнайы тур автобусы күтіп алды. Олар бізді отельге жеткізіп салады. Турдың соңына дейін бізге 2 гид тағайындалады. Бірі тарихшы гид болса, екіншісі аймақтармен таныстырушы гид болды. Ал климаты ылғалдылау, күн күндіз +27-ні көрсетіп тұрды. Теңіз жағасында орналасқандықтан ба, таңертең мен кеш салқындау болады екен. Табиғатына көз тоймайды, ерекше екен. Жалпы Түркияда апельсин, мандарин, анар, бидай, картошка өседі. Түркия өзі жалпы зәйтүннің отаны, 6 түрлі зәйтүн өседі екен. Және осы 5-6 жылдан бері банан отырғызып өсіріп жүр екен. Мына видеода көріп тұрғандарыңыздай, пальма ағаштары көздеріңізге іліккен болар. Пальма ағаштарын мемлекет елге алдыртқан екен, бірақ кокостар өспей, қазір аймаққа сән беріп, ауаны тазартып тұр. Сосын барған жерімізден ешқандай зауыт, түтін көрмедік. Бәрі басқаша, табиғи таза ауа. Келесі видеода гид 7 күндік жоспарымызды барлығымызға түсіндіріп айтуда. Каким образом он будет проходить? Какие города вы будете посещать, что вы увидите в течение этой недели и так далее. Это ближе к западу,
После Памуккале мы направляемся к центру Турецкой Республики, это город Невшехир, и после мы возвращаемся обратно сюда. Потом приезжаем в отель в Каппадокию, естественно, мы выезжаем где-то в 8-9 утра с Памуккале и туда приезжаем где-то к часам 7-8 тоже, да, вечера. Вечером уже, естественно, посетить что-то туда. Невесту заводят в лошади, ну, на лошади, да, то есть и так далее. Вот такая вот программа турецкой ночи проходит. Она проходит где-то до 12 часов ночи. Напитки там также, закуски, алкогольные, безалкогольные, все включено. То есть вот это вот такая у нас проходит турецкая ночь. Видеоның басында айтқандай, шетелге саяхаттағанда тур, яғни туристік агенттікпен немесе жеке, яғни өз бетімен аралаудың айырмашылықтарын, артықшылықтары мен кемшіліктерін айта өтейін. Турмен саяхаттаудың да, жеке саяхаттаудың да өзіндік артықшылықтары мен кемшіліктері бар. Соларды салыстырып өтейік. Мысалы, бірінші турды алсақ, тур агенттіктер арқылы егер саяхаттағың келсе, артықшылықтары оның ең бірінші ұйымдастырылған болады. Яғни бүкіл бағдарлама дайын, көлік дайын, жаңа бізді күтіп алды ғой, тура сол секілді автобус, көлік дайын болады. Қонақ үй, 5 жұлдызды, 4 жұлдызды қонақ үйлер дайын тұрады. Гид дайын тұрады. Экскурсиялардың бәрі алдын ала жоспарланған. Және де қауіпсіздік жағы. Тіл білмесең де жаңа елде адасып қалу, қиын жағдайға түсу ықтималдылығы өте аз болады. Және уақыт үнемдеу, ізденіп жоспар құрудың қажеті жоқ, дайын жоспар бойынша жүреміз. Және де ең басты көп көрікті жерлерге бару мүмкіндігі жоғары болады. Тур бағдарламасына ең танымал орындар енгізіледі. Ал кемшіліктері, мысалға, кейбір адамдардың енді ерекшеліктері болады ғой. Бір адамдар осындай жоспарға байланған жоспармен ғана жүргісі келеді. Ал бір адамдар жаңағы еркіндік керек болады. Ондай жаңағындай нені ұнатпайды я жоспарды. Бір адамға еркіндіктің аздығы ұнамаса, көп адаммен бірге жүру ұнамаса, мысалға я, ондай кезде оларға тур сәйкесінше ұнамауы мүмкін. Сондықтан олар жеке саяхаттауды таңдайды. Енді жеке саяхаттаудың артықшылықтары мен кемшіліктеріне тоқталып өтсек. Міне Манавгат ауданына өттік. Бұл жердегі отеліміз теңіздің жағасына 5-7 минутта орналасқан. Жерорта теңізіне жақын орналасқан. Бұл 5 жұлдызды 6 қабаттан тұратын үлкен кең отель. Түскі ас уақытында жеттік, яғни 12-лерге таман осы жерде болдық. Сервис өте жоғары деңгейде, отель Порт Ривер деп аталады. Міне отельге жақындап қалдық. Бәріміз сондай қуанышты сезімде отырмыз, өйткені 6 сағат әуеде болып, ұшып келу деген оңай емес. Жолдан келу, жолдың бір ауырлығы да болады, саяхаттың қуанышы барлығы, неше түрлі сезім араласып жатты. Сонымен осы лифт арқылы өз нөмірімізге көтеріліп бара жатырмыз. Біздің нөміріміз 6-шы қабатта орналасты. Заттарымызды қойып орналасқаннан кейін жолдасымыз екеуміз сағат 5-тердің шамасынан шығып отельден Манавгат қаласына қарай жүріп қаланы аралап қайттық. Өз көзімізбен түріктердің тұрып жатқан жерін көргіміз келді, сезінгіміз келді. Сонымен сағат 8:30, кешкі 9-ға қарата отелімізге қайттық. Оған дейін сол жақты аралап екеуміз жүрдік. Қазір сіздерге шамалы көріністерін даусымен қоямын, қарап, сезініп, сіздер де тамашалаңыздар. Бұл апельсиновый сад.
Міне біз көше жақтан келіп, аралап, енді нөмірімізге келіп жайғасып жатырмыз. Кешкі уақыттағы 9-лардың шамасындағы уақыттама осы отельді қараңғы мезгілде түсірдім. Ал ертең күннің жарығымен, сәулесімен нөмірді әдемілеп түсіретін боламын. Алдағы видеоларды күтіңіздер. Көшені аралап, аяғымыз деген талып, шаршап тұрмыз. Осы тұрғанда, өйткені ертеңгісін таң ертемен Анталияның көрікті жерлерін аралау бізде жоспарда тұр. Егістік бәрі таңғы қазір 7:15 қалды сағат. Мына жақ күшті, мына жақта қайықтар. Аңғасқа бара жатырмын. Ресторанның ісін түсіріп алған тұр. Тамақтан күшті. 좋았던 좀 괜찮아? 그래? Также, смотрите, есть у нас сапфиры, рубины, изумруды, все камни натуральные. Также 지금 몇 사각짜리야? 안 가란데. Ruslar koyar. Күні бәрі тұр. Бұл тастар бөлек сатады екен. 인스타그램에 바로 되게 좋을까? 무슨 비슷해.
Қай ел жеткізді? Өзбекстан, Қырғызстан, Аха. Тәжікстан бар. Бұрынғы ақшалар да бар ғой деймін, иә? Берші. Біздің 500 теңге қайда десем де шығады. Екі грамм екен. Алдын келіп тұр ма? Бізде алдымыз келіп тұр. Аласың ба? Қазір көреміз, қызым көресің. Мына күміс екен, иә, балам? Қандай күсті? Камера түсіресің? Түсіремін. Бұл жерорта теңізі. Ең үлкен жаңа водопадты көрдік. Енді ары қарай жылжимыз. Түркиядағы ең үлкен водопад. Жерорта теңізі жалғасты. Бүгін наурыздың 18-і, Анталиядағы ауа райы осындай.
шаграть жылы. Күнге қыздырып жатыр, а? Қарап. Но даже встречаться где, говорят, ну я тебя буду ждать в Джумурет Майдана, то есть площадь Джумурет, я тебя жду. Не карта. Сейчас я скажу. Республика Сельджукская и Римская, ну Византия, вернее, вот так я скажу. Где вот что находится? Мы видим 1923 год, на основании Турецкой республики, период республики. А вот посмотрите, это республика здания, современные постройки, многоэтажные дома. Да, это республика, это постройки современные. Республика, система современной республики была Османская империя. Османская империя, мы видим дома внизу. Это дома, мы пройдем по улице, видим старые дома. В Османской империи кто был? Турки, сельджуки, Сельджукская империя. Это тоже, то есть две тульские народы. Да? Османы до них, сельджуки. Вот минарет. Это сельджуки построили в 1230 году. Лет уже стоит это минарет, плюс-минус я говорю. 8 веков это минарет стоит. Когда сельджуки завоевали Анатолию, естественно, только сельджуки уже были мусульманами. Если мусульманин, надо мечети. И вот где они территории завоевали города, строили мечети. В этом случае построили они мечеть и, конечно же, минарет. Минарет был в 230 году, и также это минарет является символом Анталии. Вы увидите вот такую фотографию где-нибудь, это вы сразу смело можете сказать, это Анталия, старый город. Вперед где? Мы видим стены римские, византийские. Вот башни, видите, с левой стороны за пальмой башня, смотревая башня. А вот перед нами стена. Чуть справа стена, и там стена. Это уже защитные стены были. А это уже византийский период. Вот 4 периода в одном месте получается. Нам налево. Зайдемте сюда. Осторожно. Кузину. Да, Таня Дервиши, да, там у него мудрые слова. Но именно насчет религии, очень у него много мудрые слова, много стихи, много рассказов про ислам у Мевляна. Естественно,
ақтауға қыдырғанда осы турцияға қыдырғанда ақша қойдық алдында. Здесь комната счастья, кто желает. Теперь, конечно, вот проходимость большая стала, люди отсюда ходят, гуляют. И что сделали? Превращают в отель, например, кафешки, рестораны, ну либо же магазин. Қайта бәленбай ғасырға Можно чуть-чуть помедленнее, не уходите далеко. Это османский стиль. Продуманно. Почему? Получается, здесь территория маленькая. Надо какую-то улицу оставить. У него маленькая территория, нижний этаж уже получается, ну квадратура меньше. А вверх поднимает, уже квадратуру побольше делает. Как увидел группу, убежал. Два означения. Сейчас я вам покажу чуть попозже. Использовать. Сегодня, конечно, можно увидеть, но это редко. Даже можно вообще не увидеть. Но по старой традиции некоторые даже используют такое кольцо. Чтобы постучать в дверь, большое кольцо находится, и рядом маленькое кольцо. Женщина или мужчина. Османская империя, это был халифат, это был шариат. Шариат — это управление государством коронным законом. Женщины — это домохозяйки, рожать детей, воспитывать детей. Мужчины, они работали, они дома приносили. Главный кто? Мужчина. Я хочу его доказать вам. В каком образе? Посмотрите направо. Вон там у нас терраса, будет огромная территория, красивый фотки сделаем. Дальше чуть-чуть. Балкончики типа. Мы называем балкончик, либо Ань может послушать. Не встаньте, фотографируйте. Кітаптар ма? Нет. Ну, соседка, ты дома? Да, я дома. Да, травяной чай. Метрографический, хотел сказать, уже заговорился. тамақ ішетін бірдеңе кофе дейді. Мына уақытта адамдар жүріп қырып ұстаған. На троне, вернее, в 138 году был построен.
Адриан – это император, который единственный император, вернее, в Римской империи, который обошел всю свою империю. Много ворот Адриан можно увидеть, не только в Анталии, в городе Перге, в городе Ванталии, античные города я называю, да? В Египте можно увидеть ворота Адриана, в Сирии и также в Афине ворота Адриана. Это что значит? Везде ворота. Это был главный город. Күліп алады екен басында, сосын андай сары. Жүрек пе? Жүрек. Біздің отельдегі нөміріміз. Неке осылайынан горизонтально орналасқан. Телевизор. Клубника бағана неде берген. Түрік кісі бізге тәмін көрсін деп, мынау апельсин ағашын алынған апельсин. Так, осылай мынау бізде терраса, қазір көрсем. Террасамыз, есігі бар ашылады. Ерекше ашылатын есік. Вау! Орындық. Мына жақтан күн батып бара жатыр. Мына бір егістік алаңы болу керек, түсінгенімше. Мына жақта қайықтар. Қалай қайықтар тұрды ма? Қайықтар бар. Ана жақта таулар тұр. Бұлтқа жасырынып. Достар, сіздерге осы ұзақ жол саяхатта жеке саяхаттаудың, яғни өз бетіммен саяхаттаудың артықшылықтары мен кемшіліктерін айтып тоқталып өтсем, видеоның басында айтып өткен едім. Қазір соның артықшылықтарын айтсам, артықшылықтары еркіндік.
болады. Яғни қайда барам, не істеймін десең де бәрін өзің шешесің. Содан кейін қаражатқа сай, яғни бюджетке сай саяхатты жоспарлау керек. Мысалға қонақ үй керек қой, жататын қонақ үй жағын, тиімді қонақ үйді қарастыру керек. Арзан рейсті таңдап үнемдеуге болады. Және нағыз жергілікті өмірді көру, яғни туристік емес, туристердің де аралайтын жерін әрине көруге баруға болады, бірақ одан бөлек шынайы атмосфераны сезінуге мүмкіндік туады. Және тіл үйреніп бару керек. Ол енді барлығына да айтпаса да түсінікті, иә. Енді кемшіліктеріне тоқтасақ, кемшіліктеріне, яғни жаңағыдай жоспарды жақсылап құру қажет. Барлығын өзің реттеп, зерттеп, ұйымдастыруың керек. Одан кейін қауіпсіздік мәселесі, тіл білмесең, немесе ел туралы білмесең, адасып қалу, қиын жағдайға түсу мүмкіндігі жоғары болады. Одан кейін уақытың көп кетеді. Не нәрсеге? Ол транспорт, тұру, бағдарлама сынды дүниелерді ұйымдастыруға уақыт кетеді. Егер достар демалысты уайымсыз өткізгің келсе, онда тур таңда деп айтар едім. Ал егер еркіндік пен шытырман оқиғалар ұнайтын болса, онда жеке саяхатқа шыққан жөн. Қайсысы саған ыңғайлы екенін саяхат мақсаты мен жеке тәжірибеңе қарай таңдауға болады. Мысалы, мен өзім еркіндікті қалаймын, бірақ біздің бастапқыдан бері өзіна осы бұйыртқан сертификат бұл бізге турмен болған. Яғни тур арқылы саяхат тауып табылды. Мен де басында уайымдадым, қалай болар екен турмен шыққанда, өзім қалаған жерлерді көре алмай, аралай алмай қалам ғой деген секілді. Бірақ бірінші рет осы турмен саяхаттап тұрғаннан кейін көрдім, сезіндім, маған барлығы да ұнады. Туысқандай болып кеткен ортаң пайда болады, жаңа таныстықтар, нетворкинг деді ғой. Жалпы маған барлығы да ұнады турмен саяхаттаудың. Сондықтан ойланып жүрсеңіз, турмен саяхаттауды да таңдауға болады. Және де міне ең бірінші рет қана шетелге бару мүмкіндігі туып жатса, онда турмен саяхаттағанды таңдауға да болады. Солай кеңес ете аламын. Жалпы достар, саяхаттың кез келген түрі де қалай бұйырса да, бұл Алланың шексіз нығметі, мейірімділігі деп білем. Сондықтан сіздерге де жұғысты болсын. Шет елді, Алламыздың жаратқан сондай табиғатын, жерлерін көру баршамызға нәсіп болсын деп айтқым келеді. Baxtır.